Сәлем достар, бүгін сіздермен кабачковая икра рецептімен бөлісемін. Қысқа мезгілге дайындаламыз. Бұл рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте керемет шығады. Ең алдымен көкөністерімізді қабығынан тазартып аламыз. Келесі пиязымызды алып, осылай ортасынан бөліп, ары қарай кішкене текшелерге кесеміз. Ендігі кезекте сарымсағымызды алып, үстінен осылай басып, бұны да кішкентай текшелерге кесеміз. Сәбізіміздің де шереті келді, осылай теркадан өткізіп шығамыз. Енді плитамызды қосып, үстіне кастрюльді қойып, оның ішіне сұйық майымызды құйып, қыздырып аламыз. Майымыз қызды, сарымсағымызды саламыз, үстіне пиязды саламыз, және де сәбізді салып араластырамыз жақсылап. Көкөністерімізді жай отта арасында ашып араластырып, 10 минуттай қуырамыз. Көкөністеріміз қуырылып жатырғанда кабачоктарымызды дайындаймыз. Кабачоктарымызды да кішкентай текшелерге бөліп кесеміз. Көкөністерімді бұқтырып алдым, оның үстіне енді тұз қосамыз, қант қосамыз және кесілген кабачоктарды қосып араластырамыз. Енді осылай кастрюлеміздің қақпағын жауып, 5 минут сайын ашып араластырып тұрамыз. Осылай 30 минуттай қуырамыз. Мінекей 30 минутымызда өтті. Ендігі кезекте үстінен қара бұрышымызды саламын, томатная пастамызды салып араластырамыз. Осы кезден бастап тағы да 10 минут бұқтырып аламыз. Бұл кабачковая икрамызды қысқа жабатын болғандықтан үстінен 9% уксусты қосуға ұмытпаймыз. 10 минуттан кейін кабачковая икрамыздың дәмін тексереміз. Тұз немесе қант қосу керек болса, қосуыңызға болады. Енді ысы кабачогымызды осылай блендерден 1 келі масса болғанға дейін өткізіп аламыз. Мен жай ғана осындай жай блендермен өткізіп алдым. Мүмкін сіздерде погружной блендер болса, онымен де өткізіп алуыңызға болады. Кішкене құпиямен бөлісіп отырайын. Кабачоктың сыртын міндетті түрде қабығынан тазартыңыздар. Себебі тазартпаған жағдайда кабачогыңыздың түсі жасылдау рең береді. Ендігі кезекте блендерден өткен икрамызды қайтадан плитаға қойып, 1-2 минут қайнатып аламыз. Икраны қайнатардың алдында міндетті түрде қақпағын жауып қойыңыз, себебі бұрқылдап қайнайды. Мінекей кабачковая икрамызда дайын болды. Міне осындай кішкентай 4 банкіге жауып қойдым. Осындай әп-әдемі түсті және дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер осы рецептпен. Рецепт ұнаса лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар және де менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Достар, және менің екінші каналым бар. Осы рецепттерді орыс тілінде көре аласыздар. Төменде ссылкасын тастап кетемін. Қарағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.